Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Бүгінгі видеода транзитивті емес қатыстармен берілген есептерді шығарып үйренесіздер. Бірінші есеп: екі бала домбырада, ал бір бала қобызда ойнайды. Мұрат пен Дәулет, сол сияқты Дәулет пен Сұлтан әртүрлі аспаптарда ойнаса, онда Сұлтан қандай аспапта ойнайды? Бұл есепті шешу үшін берілген жазып аламыз. Бізге не берілген? Сұлтанды С әрпімен, Дәулетті Д әрпімен, Мұратты М әрпімен, домбыраны кішкентай Д әрпімен, қобызды Қ әрпімен белгілеп аламыз. Бізге не табу керек? Сұлтан қандай аспапта ойнайтындығын. Бұл сұрақты керек деген жерге жазамыз. Талқылайық. Мұрат пен Дәулет, сол сияқты Дәулет пен Сұлтан әртүрлі аспаптарда ойнайды. Мұрат пен Дәулет, мінекей М, Д деген әріптерді бірінің астына бірін жазып аламыз. Одан әрі қарай Дәулет пен Сұлтан Д мен С-ны ол Д-ның жаңағы жазылған әріптердің астына тіркеп жазамыз. Сосын екі Д бірдей әріп Д-ны қоршап ерекшелеп аламыз. Д әрпінің сол жағына домбыра деген терминді беретін Д-ны жазамыз да, домбырада екі бала ойнайтындықтан астына екі деген санды жақшаның ішіне алып жазып қоямыз. Сол сияқты оң жағына Д-ның Қ-ны жазамыз. Қ бұл жаңағы біз қобызды белгілеп алған болатымыз. Бұл қобыздың астына бір деген санды жақшаның ішіне алып жазып қоямыз. Енді мына шартқа мән береміз. Мұрат пен Дәулет әртүрлі аспаптарда ойнайды. Ендеше Мұратты домбырамен қосып аламыз. Дәулет екеуі екі түрлі аспапта ойнайтын болса, онда Дәулет қобызда ойнайды. Сол сияқты әрі қарай Дәулет пен Сұлтан әртүрлі аспаптарда ойнайды. Ендеше Дәулет қобызда ойнап кетті, Сұлтан домбырада ойнайды. Сонда есептің жауабы Сұлтан домбырада ойнайды екен. Жанұяда келесі есеп. Екінші: жанұяда 3 бала, 2 ұл және 1 қыз бар. Олардың аттары А, Ә, Б әріптерімен басталады. А және Ә әріптерінен басталатын аттар 1 ұл мен 1 қыздың аттары. Ә және Б әрпінен басталатын аттар 1 ұл мен 1 қыздың аттары. Қыздың аты қандай әріппен басталады? Берілгенін жазайық. А, Ә, Б ұлдарды О әріпмен, қыздарды Қ әріпмен. Керек, қыздың аты қандай әріптен басталады? Талқылаймыз. А, Ә деп бірінің астына бірін жаңағы алдыңғы есептің шартында айтын берілгендерді жазып аламыз. А мен Ә бір қыздың аты болатындықтан, Аны ұлмен қосатын болсақ, Ә өзінен өзі қыз. Ә мен Б бір қыз, бір ұлдың аты болғандықтан, Ә қыз болып кетті. Ендеше Б екінші ұлдың есімін береді. Сонда есептің жауабы қыздың аты Ә әрпімен басталады. Келесі үшінші есеп. Әсел, Ардақ, Дана және Бақытгүл кесте тікті. 3 құс жапырақ, ал 1 қыз гүл кестеледі. Ардақ және Әсел және Бақытгүл әртүрлі нәрсе кестеледі. Әрбір қыз не кестеледі? Шешуі: берілгенге Ардақты А деп, Әселді Ә деп, Дананы Д деп, Бақытгүлді Б деп, жапырақты кішкене Ж әрпімен, гүлді Г әрпімен белгілейміз. Бізге керек кім не кестеледі? Осыны табуымыз қажет. Талқылау. Ардақ және Әсел. Міне, бірінің астына бірін белгілеген әріптермен жазып қойдық. Әр қарай Әсел және Бақытгүл. Міне, Ә, Б деп тағы да жаздық. Одан кейін Дананы астына тіркеп жаздық. Енді есептің шартына қайта оралайық. Ардақ пен Әсел әртүрлі суретті кестеледі. Әсел Ардақты жапырақпен қоссақ, онда Әсел гүл кестелеген болып шығады. Әсел мен Бақытгүлде әртүрлі нәрселерді кестелегендіктен Әсел гүлді кестелеп кетті. Ендеше Бақытгүл
жапырақты кестеледі. Есептің шартында 3 құс жапырақты кестеледі дегендіктен дана өзінен өзі жапырақты кестелейді. Есептің жауабы: Әсел гүлді, Ардақ Дана, Бақытгүл жапырақты кестеледі. 4-ші есеп. Орынша Тамара, Шара және Айгүл тосап қайнатты. Екі қыз тосапты қарақаттан, ал басқа екеуі шиеден қайнатты. Тамара мен Айгүл мен Орынша әртүрлі жидектен тосап қайнатты. Айгүл тосапты шиеден қайнатты. Әрбір қыз қандай тосап қайнатты? Шешуі: берілгеніне Тамараны Т деп, Айгүлді А деп, Орыншаны О деп, Шараны Ш деп, қарақатты Қ деп, шиені Ш деп белгілеп аламыз. Керек деген жерге сұрақты біз жазамыз. Әрбір қыз қандай тосап қайнатты? Талқылау. Тамара мен Айгүл, міне жазып қойдық. Айгүл мен Орынша, оны тағы да астына тіркеп жаздық. Олардың астына Шараны тіркеп жазамыз. Енді есептің шартына қайтып оралайық. Тамара мен Айгүл әртүрлі жемістен қайнатты. Тамараны қарақаттан қайнатты десек, Айгүл шиеден қайнатқан болып шығады. Келесі: Айгүл мен Орыншады әртүрлі жемістен қайнатты. Айгүл шиеден қайнатып кетсе, Орынша қарақаттан қайнатты. Сонда Шара шиеден қайнатқан болады. Айгүл мен есептің жауабы: Айгүл мен Шара тосапты шиеден, Тамара мен Орынша қарақаттан қайнатқан. 5-ші есеп. Даниял, Мұрат және Айдар балық аулады. Олардың әрқайсысы шортан немесе сазан аулады. Айдар мен Мұрат бірдей балық, Даниял мен Айдар әртүрлі. Айдар сазын ауласа, кім қандай балық ұстады? Шешуі: берілгенінде Даниял Д әрпімен, Мұратты М әрпімен, Айдарды А әрпімен, шортанды кішкентай Ш әрпімен, сазанды кішкентай С әрпімен белгілейік. Бізге не табу керек? Кім қандай балық аулады? Талқылау. Мұрат пен Айдар бірдей балық аулағандықтан М мен Аны жазамызда ортасына теңдік белгісін қойып қоямыз. Әрі қарай Даниял мен Айдар әртүрлі балық аулады. Оны да мінекей Айдардың астына екінші рет А, Д деп жазып қоямыз. Одан кейін Айдардың А әрпінің екі жағына, сол жағына Ш әрпін, шортан белгісін, оң жағына С әрпін, сазан белгісін жазып қоямыз да есептің шартына ораламыз. Айдар мен Мұрат бірдей балық аулады. Ендеше Мұрат пен Айдардың арасында тең белгісі тұрғандықтан осыны ескеріп, М мен Аны С мен қосамыз. Сонда Мұрат пен Айдар сазан аулады. Енді келесі есептің шартында Даниял мен Айдар әртүрлі балық аулады деп тұр. Айдар міне сазан аулап кетсе, Данияр шортан аулады. Сонда есептің жауабы: Айдар мен Мұрат сазан, Даниял шортан балығын аулады. Келесі 6-шы есеп. Назерке, Бота, Жансая, Мақпал және Есенкіл жеміс жинады. Үшеуі алма, екеуі өрік жинады. Есенкіл және Мақпал бірдей жеміс, Мақпал және Бота әртүрлі жеміс жинады. Бота мен Назерке әртүрлі жеміс жинаса, қыздардың әрқайсысы не жинады? Шешуі: берілгені Назеркені Н деп, Ботаны Б деп, Жансаяны Ж деп, Мақпалды М деп, Есенкүлді Е деп, алманы кішкентай А әрпімен, өрікті Ö әрпімен белгілеп алайық. Бізге табу керек кім қандай жеміс жинағанын. Талқылау. Есенкүл мен Мақпал бірдей жеміс жинағандықтан Е мен М-ны жазып ортасына теңдік белгісін қоямыз. Мақпал мен Бота әртүрлі жеміс жинағандықтан М-ның астына М-ны тағы жазамыз, және Бақытгүлді жазамыз.
Бота жазамыз. Бота мен Назерке әртүрлі жеміс жинадық. Міне оны да жазып қойдық. Оның кейін оның астына Жансаяны тіркеп қойдық. Енді сол жағына, жаңағы баған бойынша жазылған әріптердің сол жағына ә әрпін, оның астына 3-ті жазамыз. Жақсаңызшылап, себебі 3 бала алма жинады. Ал оң жағына өні жазамыз да жақсаңызшын 2-ні қоямыз. Себебі 2 бала өрік жинады. Енді есептің шартын қайта ораламыз. Есенкүл мен Мақпал бірдей жеміс жинағандықтан арасындағы теңдік белгісіне де зер салып, е мен мұны а мен қосамыз. Сонда Есенкүл мен Мақпал алма жинады. Келесі әрі қарай Мақпал мен Бота әртүрлі жеміс жинады. Мақпал алманы жинап кетті, ендеше Ботаны өмен қосамыз. Сонда Бота өрік жинаған болып шығады. Әрі қарай Бота мен Назерке әртүрлі жеміс жинады. Бота өрікті жинап кетті, ендеше Назерке алманы жинады. Сонда есептің шартында жаңа айтты, 3-еуі алма жинады. Міне біз 3 баланы шығарып алдық. Есенкүл, Мақпал, Назерке 3-еуі алма жинады. Қалған 2 қыз бала өрік жинады. Ендеше Жансая да өрік жинады. Сонда Бақытгүл мен Жансая өрік жинаған болып шығады. Видеодағы тақырыптық есептерді жақсы түсінген болсаңыз, өзіңізді өзіңіз сынап көріп, өзіңді тексеріп көр айдарымен берілген есепті шығарып көріңіз. Мария, Қатира, Сара, Лариса және Ұлжанның 3 мысығы және 2 иті бар. Сара мен Лариса, Қатира мен Сарада бірдей жануарлар. Сара мен Ұлжанда әртүрлі жануарлар болса, қыздардың әр қайсысындағы жануарларды анықтаңыз. Егерде сәл түсінбей қалған жеріңіз болса, видеоны басынан бастап қайта көруіңізге болады. Назар салып көргендеріңізге рахмет. Тапсырмалар түсінікті болса лайк басып, каналға жазылып, бізді қолдап кетуді ұмытпаңыз. Әлі алда талай пайдалы контенттерді сіздерге ұсынатын боламыз.